Сүлеймен мен жайынның хикаясы. Сүлеймен пайғамбар бірде Алла тағалаға: «Я Алла, бір тілегім бар. Айтсам орындайсың ба?» деді. «Айт құлым» деді жаратушы. «Күллі мақлұқаттың 3 күндік ас ауқатын мен берейін. Рұқсат етші» деді. «Рұқсат» деді Алла. Сүлеймен дию перілердің бәрін жинап алып, таудан 3 қазан қазыңдар да, біріншісін жеміс жидекпен, екіншісін тағамдармен, үшіншісін сусынмен толтырыңдар деді. Далаға ұшы қиырсыз дастархан жайып, ішіп жемді үйіп төгеді. 1000 періні сол жағына, 1000 диюді оң жағына қызметке қойды. Сүлеймен жиған тамағына қарап: «Ой хұрмай, мынадай аста төк ауқат жан жануар жәндік атаулыны 3 жыл тойдыруға жетеді ғой» деп ойлады. Ол: «Бәріне айтыңдар, ризықтарын менен келіп жесін» деді. Айтып аузын жиып болған жоқ, теңізден үлкен көк жайын шыға келді. Ол: «Менің тамағым қайсы?» деді. Сүлеймен: «Мына жерден қалағаныңша ішіп же» деді. Жайын 3 қазандағы асты жұтып салды. Дастарханда дым қалмады. Ол: «Тоймай қалдым, тағы бар ма?» деді. Пайғамбар сасып қалып: «Бары осы» деді. Сонда жайын: «Менің әлі әке шешем, бауырларым бар, олар не жейді? Тамақ тауып бере алмасаң, Құдайдың ісіне араласып нең бар? Көтер алмайтын шоқпарды белге байлама деген сенің кесіріңнен бүгін аш қалдық» деді. Сүлеймен өзінің орынсыз тілегі үшін ұлық Алладан кешірім сұрап, тойымдықты тек Тәңір берсін деген екен дейді.